Қайырлы кеш, қыздар. Қалайсыздар? Менің кухнямның цветі темный болып тұр. Қайырлы кеш. Даусым естіліп тұр ғой, иә? Уақыттарыңызды алмай, қазір кішкене адам жиналсын. Уақытты алмай, өзімді таныстыра өтіп, бірден сабаққа көшетін боламын. Менің жағдайым жақсы, шүкір. Бүгін прям кешке дейін қолым тиген жоқ. Обычно слайд дайындайтын тұғым, оған да қолым тимеді. Бірақ пока что слайдтарды реттеуге қолым тимегендіктен фото қылып скриндап, солай өтемін, Құдай қаласа. Каталогтың міне бірінші аптасы аяқталып жатыр. Әрбір аптаға мақсат қойып, сол арқылы жұмыс жасауға болады. Мен өзім каталогтың бірінші аптасынан бастап 3 рекрутымды жасап тастаймын. Ары қарай сосын адамдарымды командаға бөліп беруге тырысамын. Қайырлы кеш. Прям кондердан ба салқын ұстап қалған. Так, қыздар, 100 адамға толса, мен бастай берейін. 102 болдық. Тағы да қайырлы кеш барлықтарыңызға. Менің есімім Сүйенова Фируза Өсер қызы, Қызылорда қаласының тұрғынымын. Мектепте мұғалім болып жұмыс жасаймын. Қазіргі таңда біз отпускіге шықтық, отпускнойымызды алдық. Қазіргі таңда үйде жатып жұмыс жасап жатырмын. Oriflame компаниясының Ашық Сафировой директорымын. Қазіргі таңда үлкен 6 командам бар. Әр 21 күн сайынғы доходым 600 мыңнан жоғары. 600 мыңнан жоғары. Мына жердегі менің доходым 5-ші июнь күні түскен доходым 617 мың. Енді қыздар, мен сіздерге айтайын, үкіметтегі мұғалімдік менің отпускнойым 509 мың теңге шықты. Ал енді қараңыз, Oriflamedегі менің әр 21 күндік табысым 617 мың теңгені құрады. Енді қараңыз, үкіметте жұмыс жасаған жақсы ма? Әлде осындай тұрақты сетевой бизнеспен айналысқан жақсы ма? Әлде традиционныймен айналысқан жақсы ма? Оны өзіңіздің результатыңыз арқылы, болмаса айналадағы адамдардың, айналаңыздағы лидерлердің результаты арқылы айыруға болады. Прям менің туған туысқандарым, жаңағы подругаларым, коллегаларым маған таңғалып жатыр. Сенің Oriflamedегі айлығың почти бір отпускнойыңнан да, яғни 9 айлық еңбегіңнен де көп деп. Мен бұндай айлыққа сразу келген жоқпын, қыздар. Бұның барлығы сабырлықтың, тиянақтылықтың, үздіксіз еңбектің арқасында. Oriflame компаниясымен жұмыс жасағаныма ровно 2 жыл болды. Қазіргі таңдағы званием Ашық Сафировой директор. Компаниядан 1000, 1500, 2000 доллар, 3000 доллар премия алдым. Құдай қаласа енді 4000 доллар премия алам. 6 командамен жұмыс жасап жатырмын. Құдай қаласа жақын арада бриллиантовый директор званиясын ашуға жұмыс жасап жатырмын. Тұрмыстамын, бір баланың анасымын. Енді айта кететінім, қыздар, біздің бүгінгі өтетін тақырыбымыз, тағы бір айта кететінім, Oriflame компаниясымен саяхаттауға болады. Бұл бизнеске келгендегі менің басты мақсатым, бұл бизнеске келген кезде менің мектептегі айлығымнан, жолдасым тоже мұғалім, оның да мектептегі айлығы бар, екеуміздің айлығымыздан ары кетсе бір 20-25 мың теңге ауысатын. Өзіміз ипотечный домда тұрамыз, кредитіміз бар, ұлымыз шала туылғаннан кейін көп ауырды, сонымен больницаға жатып кредит алғанбыз, өзіміз жас семьямыз. Одан кейін
мектептегі айлығың сол қағаз шығарудан жүріп тұруың бар, проезің бар, түсте ішетін обедің бар, содан ауыспайды. Шындығына келгенде міне сөйтіп үкіметтегі жұмысымыздан, жолдасымыз екеуміздің айлығымызды қосқандағы табысымыздан бізде 20-25 мың теңге ауысатын. Неге? Өйткені көбісі кредитке кететін, ипотечный домның ақшасы бар, соған кететін, и қалған ақшаны біз шықпа жаным шықпа деп жұмсайтынбыз. Шыны керек. Бұл бизнеске мен өзім Алладан алақанымды жайып бір жол көрсетші жасар едім. Уже ақшадан қиналған деген ең жаманы. Ақшадан қиналсаң самооценкаңда түсіп кетеді. Өз-өзіңді прям тастап та жіберетін кездер болады, түсінесіз ба? Көбісі айтады, ой, ақша деген қолдың кірі, анау мынау дейді. Жоқ, ақша просто сіздің армандарыңызды орындайтын құрал ғана. Сондай бір қиналып жүрген шағымда өзім мектептегі мұғалімдік жұмысымның айлығым жетпегендіктен кейін мен ойладым, көп жұмыс жасасам көп ақша табамын деп. Себебі менің ол кездегі миымның деңгейімен қазіргі Oriflame компаниясына келіп жұмыс жасағаннан бергі миымның деңгейі өзгерген. Неге дейсіздер ғой? Ол кездегі менің миымның деңгейі көп жұмыс жасасаң көп ақша табасың деген ой болды. Содан не керек? Азында тұрамын, жаңағы Саяхат деген райондағы 2 байдың баласын оқытамын, одан шығып 2 садикте сабақ бердім, аптасына 2 рет оған сабақ беріп келем. Сөйтіп жүргенде обед болады. Обедтен кейін менің өзімнің 5-ші класстан бергі алған класс жетекшілік жұмысым бар. Сабағымнан бөлек. Одан кейін обед бола ма? Обедтен кейін 1-2-3-4-5 күнде сол сабақ берем. Күнде расписанием солай. Өткені бір мезгіл қылып алған, түске дейін басқа жерде жұмыс жасау үшін. Одан кейін өзім 1-ші этажда сабақ берем. В основном бастауышқа 3-ші этажға дейін жүгіріп барып келем. 5-ші классқа класс жетекшім каждый звонок сайын барып келу менің міндетім. Себебі оқушыларға бір нәрсе болып қалса, мен басыммен жауап беремін. Сондықтан каждый звонок сайын ынтығып 3-ші этажға барып келіп жүрдім. Ол болды, Одан кейін май айында білесіздер, городской парк ашылады Қызылордадағы. Содан менің туыс ағам кафе ашты, сол кафеге официант керек деді. Содан мен ұятты қойып, папаға айтқызып, мен сол жерде официант болып жұмыс жасайын деп едім, деп өтініш айтқызғаннан кейін мені ол жер алды. Бір жақсысы, обычный официанттар түскі 3-тен бастап жұмыс жасайтын болса, өйткені енді парк көбісі кешке жұмыс жасайды ғой. Мен сағат 6-да барып жұмыс жасаймын. Прям бірақ 3 сағат кеш бардым ғой деген мына жердегі намыспен мен өліп жұмыс жасайтын. Сенесіздер ма? Ол просто так, как обычно кафелердегідей официант емессің. Ол жерде де посуды жуып кетесің, ол жерде де пол жуып кетесің, ол жерде туалетте жуып кетесің. Вот өзім сағат 6-да шығамын. 6-да шығып, тез ол таксиге де ақша жоқ, маршрутпен ынтығып, ол маршрут айдаладан түсіріп кетеді жайна жақтан, одан бермен қарай бұл жаңағы парктың шетіндегі кафе соған дейін ынтығып жүгіріп келіп, одан кейін кеш келдім ғой деп өзімді кінәлі сезініп, ойдым, ужин ішпестен жүгіріп жүріп жұмыс жасайтын. Сөйтіп жүргенде түнгі 1 болады. Содан конце концов жаңағы посуды жуатын жаңағы қыздар, например, апа болсын, әр адам келеді ғой, посуданы жуып үлгермейді болғасын бізге ақшамызды берер де айтады, ақшаларыңды берем, бірақ туалет обязательно жуылу керек дейді. Содан біз айтамыз, ол туалетті посуды жуатын адам жуу керек қой. Негізі соған міндет қылып қойған. Сосын онда соны күтесіңдер дейді. Ол қырғын ыдыс бітем дегенше. Содан амал жоқ, қасымдағылардың көбісі жас қыздар, амал жоқ, енді мен ұятты қойып жууға кірістім. Сондай бір мұғалім басыммен маған не көрінді, соншама туалет жуатындай дәрежеге қалай түстім мен деп қиналып жүрген шағымда мен Алладан көп мүмкіндік сұрадым. Себебі қанша тапсам да жетпейді. Бала оқытасың ба, оған барып келетін проезің бар, жолдан ішіп жейтін обедің бар. Кешке паркке бардың ба, алатын бірдеңең бар, суың бар, бірдеңең бар, қайтатын таксиң бар. Вот көп жұмыс жасаған сайын шығын да уже көп болды. Сөйтіп бір қиналып жүрген шағымда сіздер секілді инстаграмда жиі қарайтынмын. Ғайза ханымның жаңағы банкет директоровтағы видеосын көрдім. Келесі жылы мен осы жерден сізді көргім келеді деп, прям сізді деген сөзі мені как будто айтып жатқандай сезіндім да, ол кісіге жаздым. Міне сіздер секілді мен де сондай бір рекламадан, может, таргетингтен шығып жатқан кезім, сондай мен жарнамадан келдім. Келген күннен бастап командалық жұмыс екенін түсініп жұмыс жасадым. Прям кейбір қыздар болады, мен әлі отырмын, мен жетпей жатыр, мен айлыққа шықпай жатыр. Мен айтам, сізде онда значит потребность аз. Яғни сіз әлі зона комфортада, сізге жетіп тұр, жолдасыңыз тауып жатыр. Ал мен келген күннен бастап мен ақша табуым керек деп өз-өзімді қоярға жер таппай, прям спонсорымды да мазалап, енді Ғайза ханым структурасы болған менде мен аяқ жағына тіркелгем, енді Ғайза ханым өзін мазалап
салуға ұялдым. Үстімдегі лидерлерге, директорларға жазып, күнделікті прямой эфир көріп, не істеуге болады, мен прям мына жерден айлық алуым керек деген сондай бір қалай айтсам екен, ізденімпаздығымның жаңағы тоқтаусыз мен істеуім керек деп прям өз-өзімді қоярға жер таппаған жұмыс жасағанның арқасында шүкір осы дәрежеге жетіп отырмын. Осы Oriflame компаниясының арқасында былтыр біз Турцияның 3 қаласына саяхаттап қайттық. Анталия, Алания, Стамбул қалаларын көріп қайттық. Алания қаласын көру бізге компания только жаңағы ТМД елдеріне қана ТМД болғанда Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан осы 3 елге Алания қаласына саяхаттауға возможность берді. Соның арқасында біз Алания порт қаласында көріп қайттық. Одан кейін былтыр июль айында, біз май айында бардық қой, былтыр Анталияға. Бұл менеджерская конференция тұрған. Қазір сіздер де дайындалып жатсыздар, Таиландтарға условиясын орындап жатсыздар. Сол секілді менде ол кезде Анталия болды. Қыздар, сенесіздер ме? Мен сол Анталияға барам деп қоймай жұмыс жасағанның арқасында ол кезде мен 3%-те болдым. Қазір может сіз команданың арқасында 18%-ке шығып жатқан шығарсыз, 22%-ке шығып жатқан шығарсыз. Бұның өзі де бақыт. Мен ол кезде 3%-тен бастадым. Каждый каталог 3 адамнан тіркедім. 3 адам таппаған кезімде статусыма жазып қоятын, кім тіркеліп заказ салатын, осы сыйлық бар менен деп өзіме келген шаговый подаркілерімді беретінмін. Әйтеуір бір выход тауып сол 3 күйеу рекрутымды жасайтынмын. Қыздар, түсінесіздер ме? Сол Анталияға барам деген мақсатымның арқасында мен директор званиясында болдым. $1000 премиямды алдым. Анталияға барам деп мен жолда Стамбул қаласын, Алания қаласын көріп қайттым. Сонда түсініп отырсыздар ма? Сіз бір мақсатқа жұмыс жасадыңыз, бірақ жолдан қаншама нәрсе ұттыңыз, себебі компанияның берері көп. Одан кейін ең көп күйеу рекрут жасаған Oriflame компаниясының отаны Швеция еліне саяхаттайды деп компания сондай условия шығарды. Мен прям Европаға барып көрмегенмін. Европаға бару менің арманым болды. Қыздар, Құралай ханым болсын, басқа мотиваторлар, қазір білесіздер, барлығы да айтады, кредитке диван алғанша, кредитке мебель, кредитке техника алғанша лучше кредит алды, шетелге бір демалып қайт дейді. Неге? Себебі анадай әдемі ортаны көресіз, сіз енді қайтып шетелге шыққыңыз келеді. Одан келгеннен кейін мен қалайда шетелге шығуым керек деп, ана кредитті жабуым керек деп сіз жұмыс жасайтын боласыз, тынымсыз. Соның арқасында келесі саяхатқа баратын боласыз. Ол дұрыс әңгіме. Сол секілді Анталияға барып келгеннен кейін, 3 елді көріп келгеннен кейін, прям керемет қала, прям жұмақ деп айтасың, ондай қалаларды көріп келгеннен кейін мен Швецияға да барғым келді. Түсініп отырсыз ба? Бір саяхатқа шыққым келді, уже отырғым келмейді, мен ел жер көргім келді. Одан кейін Швецияның условиясы шықты, ең көп күйеу рекрут жасаған адам барады дедім. Барынша жұмыс жасадым, барынша көп күйеу рекрут жасауға тырыстым. Сөйтіп үздік 10-дық болды. Ең көп күйеу рекрут жасаған сол үздік 10-дықтың қатарында келе жаттым. Содан 3 каталог жаңағы условия қойды. Сол 3 каталогтен кейін компаниядан маған Гүлмира Асым хабарласты. Яғни әр регионның өзінің Асым менеджері болады. Сол кісі хабарласып, Фируза, құттықтаймын сізді, сіз Швецияға баратын болдыңыз дегенде, прям осындай жаз мезгілі ғой, енді былтырғы июль айы. Бекон, Бекон, Зибашта теге звондаш, мен прямойда отыр деп айтшы. Сол Швецияның условиясын орындап, былтыр как раз осындай июль айы, жаз айы тұғын, мені Асым менеджер звондап құттықтады. Прям қуанышымда шек болмады. Содан айтты, Зибаштате. Содан қыздар, білесіздер ма, былтыр неде жарылыс болып атты ғой, Арыста. Вот сол кезде маған айтты, сіз Алматыға барып шенгенский виза дайындауыңыз керек деп. Қарайым, поездарға вообще билет жоқ, транспорт жүрмейді, анау не әлі жарылып жатыр, вообще өтуге болмайды деп. Содан не керек? Ана айтады ғой, не айтсаң сол орындалады деп, мысалға. Содан мамам айтты, қоя ғой Фируза, сен бармай-ақ қой, шенгенский визадан қалсаң уже бармайсың Швецияға дейді маған. Немен кел дейді жаңағы, самолетке билет алып, қалайда жетіңіз, ничего не знаю деп тұр ғой. Самолеттің билеттерін қарадым, өзім енді айлыққа шыққан, ол кезде 200 мың ба айлық алам. Қарайым, 98 мың болып кеткен самолеттің билеті. Ойбой, бұны алсам бару қайтыммен 121 күндік айлығым кетеді ғой дедім да.
Мамаға айттым, мамам маған барма деп жатыр, бомба жарылып кетеді, үстіңе арыстың бомбасы түсіп кетеді. Енді мамаларды білесіздер ғой, жауды қапылтатын. Сосын мамаға айттым, мама, компания маған бару қайтуыма авиабилет алып берді, мен сонымен барайын деп жатырмын деп әшейін айта салдым, маманы успокаивать ету үшін. Содан не керек, түркістандық телеға хабарластым, соның Феру Арысты айналып өтеді екен, біз автобуспен барады екенбіз, спальный салонмен, сонымен барамыз деді. Сонымен бардық, не керек Алматыға. Сөйтсек айтады, сіздер жаңағы алдыңыз воскресенье дұрыс уақытта келмегенсіздер, сіздер понедельник қайта келулеріңіз керек деді. Содан не керек, Айнамкөзге звондадық, Алматының асымына. Айнамкөз бізге қайтып кел деп тұр, біз қайтып келе алмаймыз, қайта бізге жаңағы жол өткізбейді, уже билет бәрін қымбаттатып жіберген ғой. Содан айтып, Фируза, жаңағы уайымдамаңыздар, компания сіздерге авиабилет алып береді, қонақ үйлеріңізді барлығын төлеп береді деді. Мен прям шокпын ғой, компания щедрая деп бәр жерге мақтаймыз ғой, компания шынымен де щедрая. Содан не керек, қыздар, понедельник маған Қызылордадан Алматыға дейін менің авиабилетімді алып берді. Сол кезде билеттің құны 98 мың тұғын. Эконом класстың өзі білесіздер, сондай моменттерде үкіметте қиыншылық болған кезде қымбаттатып жібереді барлық нәрсені. Бару қайту билетімді алып берді, 4 жұлдызды Алматыдан қонақ үйден маған орын алып берді. Себебі мен кешкісін ұшып келдім, қонақ үйге қондым, азанда бардық, саусақ іздерін тапсырдық, біздің шенгенский визамыз дайын болды, мен обратно қайттым. Міне қыздар, білесіз бе? Жаңағы Европаға да шығасыз ба, компанияске барлық шығынды көтереді. Шенгенский визаның өзін дайындау қаншама теңге тұрады? Бір құрғанда 300 мың теңге тұрады. Оған дейін компания төлеп тұр. Сондықтан қазір сіздерде Таиландқа условия жүріп жатыр ма? Таиландқа условия қойыңызда міндетті түрде барыңыз. Міндетті түрде. Себебі Таиландқа ертең барып, Үнді мұхитының жағасына шомылып, командада қыздар сіздерді қызықтыратын болса, сіз өзіңізді жегідей жейсіз. Неге мен еріндім? Мен неге ол кезде ұйықтадым? Мен де баруым керек еді деп. Сіз бір шетелге шығып келіңізші. Мен Анталияға барып келгеннен кейін, директор болып барып келгеннен кейін, сразу старший директор, сразу золотой директор званиясын аштым. Швецияға барып келдім, сразу старший золотой, сафировый директор званиясын аштым. Неге? Себебі сіз шетелге барған сайын сіздің айналаңыздың барлығының көзқарасы өзгереді. Сізге уже сенімділік артады. Сіздің уже инстаңыз безендіріледі. Ох, мынау Европаға барып келген ба, значит, бұл қыздан бір нәрсе шығады. Бұның соңына ерейін деп. Ал ертең сіз Таиландқа барасыз ба? Онда Таиланд деген екінің бірінің аяғы баспайтын. Шәрай-бәлей біз барған Турция емес ол. 150 мыңмен, 200 мыңмен барып қайтып жатыр. Кім көрінген Турцияға, например. Ондай емес, қыздар, ол басқа материк, Үнді мұхитының жағасы. Мұхитқа вообще біз аяғымызды басып көрмегенбіз, көл, теңізден басқа, түсінесіздер ма? Сондықтан міндетті түрде Таиландтан қалмаймыз. Енді қыздар, қазір мен сіздерге, енді біз мұғаліміз сөйлесек тоқтамаймыз. Сондықтан бүгінгі тақырыпқа көшейін. Так, қазір 1 минут. Біздегі Oriflame компаниясының алынатын 9 табыс түрлері мен мүмкіндіктері, соның барлығын мұқият тыңдап аламыз. Себебі бұны білу арқылы, түсіну арқылы сіздің ұтатыңыз көп болады. О, прям мынандай. Бірінші табыс түрі, қыздар, әуелі маған тоқталайық. Әрбір консультант білуге тиіс дүние. Яғни бізде бизнес Oriflame программасында, жалпы программаларда ББ, ОП, ДЦ деп тұрады. Бізге новичоктар соны сұрақ қояды. ББ деген не, ОП деген не? Міне соны білу үшін әрбір консультант білуге тиіс нәрсе. Яғни осыны қазір скринда бақсаңыздар болады. ББ деген бонус балл, ОП объем продаж, ДЦ дистрибьюторская цена, яғни консультантқа арналған, ПЦ потребительская цена, яғни тұтынушыларға арналған, СТР, яғни СТР страница в каталоге, ОС объемная скидка, так, МП немедленная прибыль консультанта. Міне біз әрбір консультант білуге тиіс дүние. Яғни бұл нелер жаңағы қысқартылған сөздер көбаса бизнес Oriflame программаларында, басқа да программаларда осылай қысқартылады. Сондықтан осыларды жатқа білуіміз тиіс. Енді әрбір табыс көздеріне тоқталып кететін болсақ, бірінші табыс түрі бізде үнемдеу. Яғни Oriflame компаниясына тіркелдіңіз, тіркелгеннен кейін компания сізге 20% скидкамен барлық товарларды береді. Енді қарапайым тілмен айтатын болсақ, так, қыздар, қазір кішкене күте тұрыңыздар.
Қарапайым тілмен айтатын болсақ, мысалы Татьяна өзіне көйлек алғысы келді. Көйлек 20 000 теңге тұрды. Бірақ Татьянаның алғысы келген көйлегі 20% скидкаға арзандады. Яғни Татьяна 20 000 теңгенің көйлегін бар болғаны 16 000 теңгеге алды, иә. Например, оның қалтасына 4 000 теңге артық қалды. Вот сол секілді сіз Oriflame компаниясынан өзіңізге керек жуынатын, шайынатын дүниелерді алатын болсаңыз, сіз 20% скидкамен аласыз да үнемдейсіз. Яғни артық ақшаңыз қалтаңызда қалады. Қыздар уже жаз айы, білесіздер ғой, мылы шақ келмей жатыр, шампунь шақ келмей жатыр. Себебі күніне үйде 2-3 рет душқа түсеміз. Яғни ол кондер бар үйде. Кондер өткенде мен кондер құрмаған кезде, қыздар, мен сіздерге өтірік маған үшін бір күнде 5 рет шомылдым. Неге? Өйткені үй ыстық, этажи. Вот сол секілді каждый жуынған сайын құр суға жуынбайсың, яғни гель пайдаланасың, мылы пайдаланасың, шампунь пайдаланасың, уже гель для душа басқасы шақ келмейді. Яғни сатпаған күннің өзінде сіз осы заттарды итак жаңа басқа жерден алып жатырсыздар. Енді біздің ең бірінші табыс көзіміз 20% үнемдеу. Бізде компания 20% скидка жасап жатыр. Яғни 150 баллды үзбей екі звондамайтын адам барлығы звондап қалады. Именно статусыңа мен бүгін прямой эфир өте мазаламаңыздар деп жазсаң, именно сол күні звондайды ғой. Одан кейін екі каталог 150 баллды үзбей салатын болсаңыздар, үзбей салатын болсаңыздар, онда компания сізге 50% скидкамен тағы возможность жасайды. Оны да білесіздер. Көбісі менің өзім лично 50% скидкамен каталогтегі аксессуарларды, сосын навей өнімдерін сіз набормен ала алмайсыз. Мен көбісі навей өнімдерін каждый 50%-ке, сіз 2 рет 150 балл салсаңыз, каждый каталог сізге 50% зат алуға мүмкіндік береді ғой компания. Каждый каталог мен поштучно алып, мен солай навейчтің наборын өзіме жинақтап аламын. Енді қараңыз, 50% скидкамен зат алуға не кірмейді? Навейчтің наборы кірмейді и wellness өнімдері кірмейді. Одан кейін өзі скидкамен шығып тұрған заттар болады ғой, иә? Духилар, өзі так жас. ұсынатын 9 табыс түрі. Бірінші, яғни жаңағы айтқан үнемдеу, екінші дереу табыс, үшінші жеке тауар айналымнан алынатын табысымыз, одан кейін командалық тауар айналымнан алатын табысымыз, резидуальный доход, директорлық бонустар, тереңнен алынатын бонустар, алтыншы табысымыз біздің сияқыларымыз, жетінші тегін саяхаттарымыз, сегізінші автопрограмма, тоғызыншы директорлық банкет. Түсініп отырсыздар, иә? Қазір осының әрқайсысына тоқтала кететін боламын. Так, мына жерде 1 минут, мынау телефонда болғасын. Бізде екінші табыс ол дереу табыс. Дереу табыс, мысалы, сіз 150 балға салдыңыз. Біздің табысымызды объемная скидка деп атайды. Сіз 150 балға салдыңыз, біздің есептеуіміз, қыздар неге күліп жатсыздар? Мен күлетін дедім, әңгіме айтып жатқан жоқпын. Біздің есептеуімізбен 1 балл 172 теңгені құрайды. Яғни сіздің салған 150 балыңыз 172-ке көбейтетін болсақ, примерно 27 000. Я сөйтейікші, нені өшіріп тастайықшы. Комментарийді өшіріп тастадым. 150 балды 172 теңгеге көбейтетін болсақ, примерно сіздің 150 балыңыз 27 000 теңгені құрайды. Яғни 27 000 теңге 150 балл салатын болсаңыз, сіз 3% деңгейге шығасыз. Яғни сол салған товарооборотыңыздан 3% алатын болсаңыз, сіз 710 теңге пайда табасыз. Яғни дереу табыс деген осы. Ал егер сіз команданың арқасында өсетін болсаңыз, ол кезде мысалы 6%-те тұрсыз ба, 6% деңгейдің, яғни астыңыздағы команданың товарооборотынан 6% табыс табатын боласыз. Міне дереу табыс дегеніміз осы. Міне компанияның маркетинг планы бар. Топтық балдары, проценттері, атаулары, примерно табылатын объемная скидкалары бар, я. Мына жерде қыздар примерно көбісі айтады, мен 12%-ке шығып тұрмын, маркетинг планда 16 300 теңге, қайықта менің 300 теңгем. Қыздар, сіз бір командада мысалы 12%-тің 6-ы болмаса 10-ы шығады. Сіздің әр қайсыңызға компания 16 300 теңгеден бөліп бермейді. Компания бір 12%-ке бір 16 300-ді қояды. Кім отрифті ұстайды, соған сол ақша береді. Қалғаныңыз объемная скидкаңыздан көретін пайдаңыз бар, 50% скидкамен алынатын товарыңыздың пайдасы бар. Мүмкіндік вообще көбісі отрифке жабысып қалады. Кейбір қыздар болады, мен отриф ұстап отырмын, обзвонға шықпаңдар, болды, мен ұстаймын отрифті дейді. Ондай менмен де қыздар болады. Қыздар, менмен істемеу керек.
Наоборот, отрывты астыңыздағы қызға ұстатуыңыз керек. Яғни астыңыздағы қыз отрывын алып жақсы айлыққа шықты ма, ол наоборот жұмысқа деген желаниесі артатын болады. Ал сіз өзім мен ұстауым керек, мен үйтуім керек, мен бүйтуім керек дейтін болсаңыз, онда өзіңізді ғана ойлайтын біліп, яғни команда сіздің астын ойламайтын біліп, одан кейін сізбен дұрыс жұмыс жасамауы мүмкін. Сондықтан отрывты сіз ұстамадыңыз ба, оған бола ренжімеңіз. Алла кімге бұйыртса, сол ұстайды. Міне, сондықтан компанияның өзінің жаңағы маркетинг планы бар, бұны да жатқа білуіміз керек. Одан кейін арман қарай директор, старший директор деген өзіміздің де званияларымыз бар, оны да жатқа білулеріңіз керек. Яғни біреуге информация берген кезде сіз сайрап прям түсіндіре аласыз. Енді, например, Әсел деген қызды алайық. Әсел деген қыз 6% деңгейге шықты. Яғни астында бірінші веткасында Ләззат 3%, өзі екінші ветка ашып Айжанды тіркеді. Енді қараңыз, Ләззат 150 балл салды, Айжан 200 балл салды. Енді Әселдің пайдасын есептейміз. Яғни Әсел жаңағы Ләззаттың товар оборотынан 3% алады. 765 теңге. Екінші веткасындағы Айжанның 200 балынан, мысалы, например, 200 балл 34 теңге болды ма, содан тағы 3% алады. Яғни, екеуін қосатын болсақ, 1830 теңге пайда көреді. Әсел, мысалға деп жатырмын, қыздар. Вот сол секілді астыңыздағы жаңағы командадан солай жаңағы пайда көретін боласыздар. Одан кейін үшіншіге келдік, Үшінші жеке тауар айналымнан қайтарылатын сома. Яғни, білесіздер, 150 балға сіз салатын болсаңыз, компания сізге салған 150 балыңыздың суммасынан 10%-ін өзіңізге қайтып береді. Яғни, сіздің 150 балыңыз 33.310 теңге болды ма, компания сізге 3.033 теңге қайтып береді. Егер сіздің салған заказыңыз 150 балыңыз 27.000 теңгені құрайтын болса, соның 10%-і 2.700 теңгені қайтып береді. Ол да пайда. Просто мына бизнеске келіп пайданың барлығын, табыстың түр-түрін алып, мен көрмедім, мен білмедім деген сөз, ол өте асылық сөз. Сіз шынымен де реально мына жерден пайда тауып жатырсыз ба? Мен пайда тауып жатырмын деп айту керек. Көрмес жаңағы өзінің жаңағы ойы арам, пиғылы арам, прям көрген жақсылығын көрмедім деп айтатындар да адам болады. Ол әр адамның өзінің мінезінде. Мен лично өзім командаға айтамын, сіз осылай пайда көріп жатсыз ба? Я, көріп жатырсыз. Былай пайда көріп жатсыз ба? Көріп жатсыз. Уже сөйтіп досконально түсіндіріп бергеннен кейін ол шынымен де өзінің пайда көріп жатқанын сезінеді. Сол секілді салған заказыңыздың жаңа 10% компания өзіңізге қайтып беріп жатса, команданың товар оборотынан айлық алып жатсаңыз, шаговый подарок алып жатсаңыз, 50%-пен жаңағы керемет, мысалы 12.000 сумканы бар болғаны 4.000 теңгеге алып жатса, бұның өзінің барлығы қыздар пайда. Одан кейін төртінші табыс түрі бұл командалық тауар айналымынан түсетін табыс түрі. Командалық, бұны қайсыған келдім қыздар мен? Екінші дереу табыс 4-ке келдім ба, 5-ке келдім ба? 5-ке келдім, я? Резидуальный доход, енді директорлық бонустар. Қыздар, білесіздер, сіздер 22%-ке жеткеннен кейін арман қарай директор, старший директор, золотой директор, старший золотой деген секілді лестница успехамен көтеріле бересіздер. Енді бізде где деньги в Oriflame деген біздің асыл менеджерлер өздері сабақ өтеді. Сол сабақтарда сіз золотой директор болсаңыз қандай бонус аласыз, директор болсаңыз қандай бонус аласыз, міне соның барлығын досконально түсіндіреді. Енді Әсел деген қызды алайық. Оның бірінші веткасы 22, екінші веткасы 18, үшінші веткасы 15. Енді Әсел қалай алады доходты? Астындағы Ләззат, 22%-те. Яғни Ләззат отырған командада 7500 балл құрады. 7500-ді 170-ке көбейтетін болсақ, яғни 1 балл примерно 170 теңге дедік қой. Ол команданың товар обороты 7500 теңге құрайтын команданың товар обороты 1.275.000 теңгенің тауар айналымын жасады. Яғни сол 1.275.000 теңгенің 5%-ін компания сізге береді. Яғни директор званиясында болатын болсаңыз, астыңыздағы командадан 5% доход көресіз. Яғни 1.275.000-тің 5%-ін алатын болсақ, 63.750 теңге. Яғни сіз Ләззат отырған командадан директорский бонус аласыз. Яғни 63.750 теңге. Одан кейін Айжан мен Әлия отырған тауар айналымынан объемная скидка аласыз. Например,
астыңыздағы Айжан 18% па, өзіңіз 22-сі, яғни директор званиясында 22-ден 18-ді аласыз, яғни 4%, яғни Айжан отырған команданың товарооборотынан 4% пайда көресіз, Әлия отырған командадан 7% пайда көресіз. Неге? Себебі 22-ден 15-ті аламыз, 7, яғни Әлия отырған командадан 7% пайда көресіз. Енді қараңыз. Бұл директорский бонус. Ал золотой бонус, яғни 2% компания сізге 2% бонус ақша төлейді. Золотой директор званиясы деген астыңызда өзіңіз отырған бірінші веткадан астыңызда 22% шығады, и екінші ветканы өзіңіз өсіресіз. Яғни, мысалы, сіңіліңізді тіркедіңіз ба, соны директор званиясына шығарасыз 22%-ке. Енді золотой директор болсаңыз, сіз астыңыздағы командадан 2% доход көресіз. Яғни, екінші линияда тұрған директор құрылымынан да бонус аласыз. Директорский бонусыңыз, мысалы, сіз директор болып, кейбіреулер болады 4 ветка ашады, сразу сіз әрқайсынан бонусыңыз бар, объемная скидкаңыз бар, сонымен 240 мың теңге айлық аласыз. Ал золотой бонус алатын болсаңыз, әр веткаңыздан ол кезде директорский бонустан басқа 160 мың теңге золотой бонус аласыз. Мен прям Швецияға барған кезде 10 жылдан бері директор званиясында отырған ханымдарды көрдім. Мен олардан әдейі ерінбей сұрадым. Сіздің доходыңыз қанша? 10 жылдан бері жұмыс жасап жатсыз ғой деп. Ол кезде олар айтты, менің доходым 600 мың, біреу айтты, менің доходым 500 мың деп. Ал енді қараңыз, мен сафировый директор званиясымен 500 мың, 600 мың айлық алып отырмын. Ал олар жаңағы просто жай директор болып, или болмаса золотой директор болып, сондай доход алып отыр. Неге? Себебі асты тереңнен, тамыры тереңнен тамырлап жатыр. Түсінесіздер ма? Бұл бизнесте және тұрақтылық маңызды. Олар тұрақты солай жұмыс жасап отыр. Егер сіздің арманыңыз кішкентай болса, золотой директор званиясында болуыңызға болады. Яғни жылына 2 рет тегін саяхаттайсыз, командаңыздан бонустар, айлық алып отыратын боласыз. Егер сіздің арманыңыз биік болатын болса, онда сіз минимум бриллиантовый директор званиясында болуыңыз керек. Сол кезде жылына 3 рет тегін саяхаттайсыз және барлық 6 командаларыңыздан бонус алатын боласыз. Сол кезде сіздің айлығыңыз миллионға жуық болады. Міне, бұл біздің 5-ші табыс көзіміз. Жаңағы резидуальный доход деген. Одан кейін, мына жерде көрінбей қалды. Одан кейін біздегі 6-шы табыс түрі бұл сыйақылар. Яғни біз айтамыз, звание ашатын болсаңыздар премия аласыздар деп. Мына жерде енді көрінбей қалыпты. Сіз директор званиясында болатын болсаңыз, компания сізге $1000 премия береді, және бізде қазір білесіздер, юбилей болып жатыр. 20 жылдық Oriflame компаниясымен жұмыс жасағаны, соған 100 мың теңге юбилейный премия тағы қосып береді. Яғни біздің курспен есептейтін болсақ, қазір доллардың курсы 401 теңге, 401 мың теңге премия аласыз, плюс 100 мың теңге юбилейный премия. Яғни айлығыңыздан бөлек сіздің үйіңізге 500 мың теңге премия кіреді. Одан кейін золотой директор званиясында ашасыз, әуел алла. Золотой директор званиясын ашқанда ортада старший директор деген звание автоматически ашылып кетеді. Яғни сіз золотой директор званиясын жапқаннан кейін компания сізге старший директордың $1,500 премиясымен плюс 100 мың теңге юбилейный премия береді, және золотой директордың $2000 премиясымен плюс 250 мың теңге юбилейный премия береді. Үйіңізге жоқ дегенде, яғни $3,5 премия плюс 350 мың теңге юбилейный премия келеді. Где-то 1-2 миллионға жуық ақша кіреді, яғни айлығыңызға қосқан кезде. Одан кейін 3 команда құрып, сол 3 командадан директор шығаратын болсаңыз, ары қарай старший директор званиясын ашып кетесіз. Ол кезде де компания сізге $3000 премия плюс 250 мың теңге юбилейный премия береді. Ары қарай 4 командадан 4 директор шығарып, яғни 4 тармағыңыздан 4 директор шығарып, сіз сафировый директор боласыз. Ол кезде компаниядан $4000 премия плюс 250 мың юбилейный премия. Міне осылай сіз деңгейіңіз көтеріле береді. Яғни одан кейін 4 командамен тоқтамай, тағы 2 команда ашып, ол 6 командадан да Общий 6 командадан 6 директор шығаратын болсаңыз, яғни әр қайсысынан, ол кезде сіз бриллиантовый директор боласыз. Компаниядан $6000 премия плюс 500 мың теңге юбилейный премия аласыз. Және компаниядан 11,200,000-дің су жаңа автомобилін аласыз. Түсінесіз ба? Сондықтан армандарыңыз биік болса, менің жасайтын жұмысым өте көп, армандарым өте көп дейтін болсаңыздар, мейлінше бриллиантовый директорға жұмыс жасаңыздар. Так, біз жаңа
6-шы табыс түріне келдік. Енді 7-ші табыс түрі бұл тегін саяхаттар. Тегін саяхаттарға жаңағы айтып өттім, қазір бізде Таиландқа условия жүріп жатыр. Яғни, егер сіз Таиландқа барғым келеді десеңіз, қалайда келесі 2020 жылдың 4-ші каталогіне дейін директор званиясын қорғауыңыз керек. Яғни, осы 2019 жылдың 10-ші каталогіне дейін директор званиясын ашасыз. 14, 15, 16, 17, 1, 2, 3, 4. Яғни 8 каталог бойы, 5 ай бойы сіз сол директорлық званиядан түсіп қалмауыңыз керек. Сол кезде Таиландқа тегін барасыз. Ал егер де мен жолдасымды тегін апарғым келеді, спутник ретінде десеңіздер, онда старший золотой директор званиясын ашуларыңыз керек. Қыздар көбісі айтады, золотой директор болсаң апара аласың деп. Жоқ. Старший золотой директор званиясын келесі жылдың 2020 жылдың 4-ші каталогіне дейін старший золотой директор званиясында болатын болсаңыз, ол кезде жолдасыңызды кіммен семейный бизнестасыз, мамаңызбен семейный бизнестасыз ба, или жолдасыңызбен семейный бизнестасыз ба, кіммен семейный бизнестасыз, сол кісіні тегін апара аласыздар. Бізде Oriflame-да саяхат жылына көп болады, яғни менеджерская конференция болады, яғни директорлер баратын, золотая конференция болады, оған золотой директорлер барады бірыңғай, одан кейін бриллиантовая конференция болады, оған бриллиантовый, только бриллиантовый директорлар барады, одан кейін исполнительная конференция болады, оған только исполнительный директорлар барады, одан кейін арманғары уже енді жылына сіз жоқ дегенде президент званиясында болсаңыз, жылына, сенесіздер ма, жылына тек-тегін 5 жұлдызды қонағы, барлық жерде VIP-та жүресіз, президент званиясында болатын болсаңыз, жылына 5 рет тегін саяхаттайсыз. Және одан бөлек қаншама премия, қаншама доход, жаңағы бриллиантовый директордың машинасы, президенттің машинасы, вот, міне сізге керек нағыз. Вот біздің 7-ші табыс түріміз тегін саяхаттар. 8-ші табыс түріміз бұл автопрограмма. Яғни жаңа айтып өткенімдей, сіз осы жылы бриллиантовый директор званиясын ашатын болсаңыз, компаниядан теп-тегін 11 миллион 200-дің машинасын мінетін боласыз. Ол Toyota 70-ка болуы мүмкін, ол Toyota RAV4 болуы мүмкін. Сіз өзіңіз қайсысын қалайсыз, соны компания сізге береді. Яғни, бриллиантовый директор званиясын 5 ай бойы түсіп қалмай қорғайтын болсаңыз, яғни, қорғалған бриллиантовый директор званиясын болсаңыз, сразу жаңағы Toyota центрге барып, договорге қол қойып, солай машина алуларыңызға болады. Сондықтан біздің 8-ші табыс түріміз автопрограмма. Теп-тегін, прям теп-тегін. Басқа сетевойлар секілді сіздерге кредит сияқты қылып, жаңағы график қойып, график ашып беру деген жоқ. Теп-тегін. Яғни бұл сіздің еңбегіңізге стоит. Так, одан кейін 9-шы табыс түрі бізде директорлар банкеті. Яғни сіз директор званиясын қорғайтын болсаңыз, например, осы жылы августтың былтыр 18-ма примерно сондай болды. Директор званиясын қорғайтын болсаңыз, онда компания сізге 2 билет береді. Былтыр біз Алматы қаласына бардық банкет директоровқа, қателеспесем Royal Tulip па, сондай 5 жұлдызы ең жаңағы жоғарғы уровеньдағы ресторан. Ол ресторандағы бір адамның жаңағы үлкен банкетный залда бір адамға төлейтін сумасын естігенде біз прям шошып кеттік. Өте жоғары деңгейде Қазақстанның жұлдыздары жүргізеді, шетел қонақтарын шақырады. Бізде Бандерас болды былтыр, одан кейін Тәуекел Мүслім жүргізді. Міне осындай жұлдыздарды көре аласыз. Ол жердің аурасы өте керемет. Міндетті түрде, бірақ семейный бизнесті ол уақытқа дейін жасап қоюларыңыз керек. Егер сіз семейный бизнес жасамасаңыз, онда жалғыз өзіңіз ғана барасыз. Ал семейный бизнесте болатын болсаңыз, компания сізге 2 билет береді. Яғни жұбайыңызбен тегін бара аласыз. Мен былтыр жолдасыммен тегін бардым. Биыл, білмеймін, енді менің естуім бойынша, биыл Астанада болады деп естідім. Өтірік расын нақты емес, бірақ Астанада болса тіпті жақсы болар еді. Біз осы Oriflame компаниясының арқасында өзіміздің Қазақстандағы барып көрмеген қалаларымыздың өзіне барып жатырық. Бурабай дегенде вообще бара алмайтын, себебі Бурабай жаздың күндері слишком қымбат болып кетеді. Мысалы, былтыр Бурабайға қаншама қыз-келіншек теп-тегін барып қайтты. Ол да шетел секілді. Мен Астанаға өмірімде барып көрмегенмін, себебі айлығым-шайлығымнан ауыспайды. Астана қымбатшылық дейміз, біз мүлде бармаймыз. Астанаға мен былтыр қыста бардым. Неге бардым? Go for Diamond-ға бардым, только золотой директорлар баратын жаңағы конференцияға. Құдай қаласа, енді Астана көрмегендер болса, білмеймін, банкет директоров Астанада болатын болса, Астананы көріп қайтуларыңызға мүмкіндіктеріңіз бар.
міне Oriflame компаниясының беретін барлық табыс көздері. Егер сіз осы табыстарды таба отырып, мен дым көрмедім мына жерден, дым көрмедім дейтін болсаңыз, онда сіз қатты асылық айтасыз. Себебі Алла барлығын көруші. Көрмедім деген асылық сөз дейді. Шыны керек, біреуден жақсылық көрмедім, мен ешнәрсе көрмедім дейтін нәрсе, ол шынымен де қыздар ашылық сөз. Сіз мына жерден реально пайда көріп жатсыз. Минус 20% скидкамен заттарды алып жатсыз. 50% жаңағы 50% скидкамен қымбат сумочкаларды, аксессуарларды алып жатсыз. Мысалы, мына жерге тоқталатын кететін болса, қазір қыздарынан алып тастайын. Мына сумканы айтатын болсақ, мынау новинка өнім. Осы сумочка біздегі магазиндерде қыздарыналар 19 000, 18 000 теңге. Енді қараңыз, бізде бұл скидкамен бұл сумка 11 690 теңге. Енді сіз кешегі өтіп кеткен 7-ші каталогте және оның алдындағы 6-шы каталогте 150 балыңызды үзбей салсаңыз, онда осы каталогте сіз 50% скидкамен бір ғана өнімді алуға мүмкіндігіңіз бар. Яғни ол корзинаға керек заттарыңызды салып аласыз, одан кейін екінші бөлімге өткен кезде сізге өзі шығады. Поздравляем, вы получите 50% деген секілді жазу шығады. Сол жерде астында коды болады, сол жерге жазып, не қыздар міндетті түрде сақтаймын. Сол жерге жазып, мына сумочканы жазатын болсаңыздар, мына 11 690-ның, яғни 12 000 теңгенің әдемі сумочкасын сіз бар болғаны 4 600 теңгеге аласыз. Ал мысалы біздің Қызылордада лакшериге барып 19 000 теңгенің сумкасына маған скидка жасасыз, мен почти 20% скидкаға сауда жасап тұрмын деңізші. Есігіні бара бер дейді сізге. Ал мына компания сізге сол 19 000 теңгенің почти магазиндегі сумканы бар болғаны 4 600 теңгеге беріп тұр. Бұл да міне пайда. Бұл бизнес арқылы сіз рухани жағынан да, материалдық жағынан да байисыз, қыздар. Менің осыдан 2 жыл бұрын алдыңғы миыммен қазіргі миымды салыстыра алмаймын. Бұрын 2 жыл алдым мен өте қорқақ болдым. Мен армандауға прям қорқатынмын. Ой, қойшы, оны немен орындаймын? Машина көрсем, ой, бұны алу үшін қаншама еңбектену керек, болмаса кредит аласың, оны 5 жыл төлейсің, ішпей жемей 90 000-нан, же болмаса 100 000-нан деп өз-өзімізді прям шектей беретіміз, я? Ал осы компанияға келгелі мен аламын, мен жасаймын. Қалай еңбектенесіз, солай ақша аласыз. Шыны керек. Және рухани жағынан байисыз. Күнде мотивация беріліп жатыр, күнде тегін білім беріп жатыр. Боранкүл апа, Қызылорданка тоже. Значит, менің апам деп па. Вот, рухани жағынан да байып жатсыз, өз-өзіңізге сенімділігіңіз артып жатыр. Көбісі айтады, күйеуім айтып жатыр, сен өзгердің, сен баяғыдағыдай менімен алыспайсың, қай жерде келе жатсың, қайт, не істеп жүрсің деп алыспайсың, қазір сен өз кайфың өзіңде. Міне, уже жұбайлар арасындағы отношениеде дұрысталып жатыр. Ал Oriflame'ге келмегенде уже жолдасың мазасын аласыз. Қайтсай, қай жерде келе жатсың, қай жерде келе жатсың, ибай, біреумен жүрген жоқ па екен, үйтіп қалған жоқ па екен, өйткені үйінде сенімсіз әйел отыр, өз-өзін күтпейтін әйел отыр. Түсініп отырсыздар ма? Ал қазір жолдасымызбен лично шаруамыз жоқ. Себебі біз ақша тауып отырмыз. Қорқса күйеу құрыпсың, наоборот тастап кете ма деп, иә? Сол секілді мысалы табыс тауып отырған келіншектердің күйеулерінде арман жоқ. Тегін жылына 2 рет келіншегінің арқасында тегін саяхаттап барып жатса, келіншегі қалтасына ақшаны салып жатса, я тегін машина мініп жатса, вот міне бақыт. Яғни бұл бизнес не только рухани жағынан, материалдық жағынан байыз, және бұл бизнес ерлі зайыптының ара қатынасында дұрыстайды. Мен жолдасым айтады, бұрын біз көп ұрсатынбыз дейді. Неге? Себебі ақша жетіспейді. Мен айтам, сен не істеп отырсың, сен осы үйдің ер азаматы емессің ба, неге табыс таппайсың, мен жүрмін официант болып, сонда да жетпейді, әңгіме басталады. Ал қазір шүкір, Аллаға мыңда бір шүкір. Барлық нәрсе уже бір жақсылықтың артынан бір жақсылық келеді дейді ғой. Жақсы нәрсе болған үстіне уже болып жатыр. Сондықтан жолдасым айтады, Аллаға мыңда бір шүкір, қазір вообще ұрысуға да уақыт жоқ. Қазір бірдеңе десе, я, Бекон, сенікі дұрыс деп тұратын болдық. Бұрын өзіміз дәлелдейтіміз, қазір шыны керек, ұрысуға да уақыт жоқ. Сондықтан қыздар, бұл Oriflame шынымен де таңғажайып компания, өте щедрая компания. Кім Алладан алақанын жайып мүмкіндік сұрады, кім Алладан алақанын жайып байғысы келді, бай болғысы келді, міне компания, Алла тағала сіздерге міне осы компанияны берді. Сондықтан бұл компанияда тұрақты болатын болсаңыздар, үздіксіз еңбектенетін болсаңыздар, яғни тамшының тасты жаруы ол үздіксіз тамуында дейді. Тоқтамай
хоть болмай жатыр сізде еш нәрсе, бірақ тоқтамай еңбектенетін болсаңыздар, сізде барлығы да болады. Сондықтан қазіргі сіздердегі мақсат ол Таиландқа жұмыс жасау. Міндетті түрде Таиландқа барыңыздар. Таиландқа бармаған кісілерді мен айта алмаймын. Шыны керек, Құдай қаласа барлығымыз Таиландта кездесек. Мен білемін, Oriflame компаниясының барлық конференциялар, барлық саяхаттар өте жоғары деңгейде болатын. Мен былтыр Турцияда прям өзімнің туған күнімде 15 майда туған күнімді сол Турцияда қарсы алдым. Как раз бізде гала концерт болды. Мен айтып жеткізе алмаймын. Менің өмірімдегі ең ерекше қарсы алған туған күнім болды, шыны керек қыздар. Сондықтан фея, мені көбісі осы фея деп айтады. Сондықтан қыздар, міндетті түрде Таиландқа баруға тырысыңыздар. Таиландқа барып келгеннен кейін қаншама нәрсе ұтатын боласыздар. Мен прям Таиландты көргім келіп жүр, шыны керек өзім. Визуализация жасап, жаңағы видеоларын көрген сайын уже Таиландтың қандай керемет екенін түсінесің. Вот, қыздар, біздің каталогте, каждый каталог жаңағы новинка өнімдеріміз өте көп, одан кейін скидкамен заттар өте көп. Осы каталогте бізде новинкаға жаңағы 0+ детский өнімдер шықты, яғни детский шампундар, масломыз бар, одан кейін қаншама аксессуарлар шықты. Одан кейін қыздар бізге каталогты біреуге көрсеткен кезде айтады, маған парфюмдарды көрсетші дейді. Сол кезде деп алып, мынандай парақтап отыратын болсаңыз, уже ол адамға неприятно. Сондықтан каталогтың мына бір шетінде түстер қойып қойған, түстер қойып қойған. Сол жерде мысалы топ предложение, коллекция ароматов, все для него, wellness, уход за кожей деп әрқайсысына түс қойып қойған. Егер сізден wellness өнімдерін сұрайтын болса, wellness значит фиолетовый цвет. Фиолетовый цветті мына жерден уже тауып аласыз. Міне. Болмаса стильный аксессуары, модный макияж деп тұр, қараңыз мына жерден. Мына жерде топ предложение дегенді қарасаңыз қызыл болып тұр. Мына жерде значит қызылдардың барлығы, міне қызыл түсті көріп тұрсыздар ғой жиегінде. Солардың барлығы уже топ предложениелер. Арман қарай ол коллекция ароматов деп тұр. Яғни коллекция ароматов, міне мынау қандай күлгін түс па? Сондай түс уже мына жерден уже бұлай қарабақ күлгін түс тауып алуға болады. Уже парақтап отырмай-ақ міне ароматтар тауып бере қоясыздар. Компания енді қалай қарасаңыз да, қалай айтсаңыз да барлық жағдай жасап қойған. Және именно бүгін жетісі күні заказ салғандарға, вот именно бүгін бізде не бар ғой, нутрикомплекс бар ғой, постоянно қаншадан шығады, нутрикомплекс осы бүгін именно 1-мен 7-ші июньге дейін салған адамдарға нутрикомплекста бар болған 6400 теңгеден беріп жатыр. Ал былайынша білесіздер, нутрикомплекс 7400 теңгеден шығатын. Сондықтан егер нутрикомплекс алам дейтіндеріңіз болса, обязательно алыңыздар. Нутрикомплекстің пайдасы өте зор. Менің бұрын шашым былай попкале тұғын. Содан өспейтін, мені көрген адамдардың барлығы, неге сен прическаңды ауыстырмайсың, моделің шықпады ма дейді. Олар қақтамсын менің шашымның өспей жатқан. И жуған кезде шашым уыстап түсетін. Міне компанияның арқасында уже шашым мына жерге келді. Мына жерге. Одан кейін мен, как всегда, өзіме маникюр жасатқан кезде мен наращивание жасататын тұғым. Себебі наращивание жасатпасам, біріншіден тырнағым лак ұстамайтын, ол бір ма. Одан кейін сынғыш болатын, сынып қалатын, ол сен істеп келе бер, маникюр гелевый покрытие жасап келесі күні сынып ататын. Одан кейін вот сондықтан мен постоянно наращивание жасататын. Ол наращивание деген бәле, жасатпайын десең тағы бәле. Сондықтан мен көбасы конференцияға нелерге баратын кезде тырнақ жасататын. Енді қазір осы нутрикомплексті үзбей ішкемнің арқасында тырнағыма лак ұстайды, былай қабыршақтан түспейді, тырнағымның ұзындығы прям өзі өсетін болды. Қазір вообще наращиваниеге жоламаймын, өзімнің кәдімгі сау тырнағыма жасататын болдым. Сондықтан міндетті түрде, егер сіз, мен көп адамнан білемін, тырнақ проблема екен, шаш проблема екен. Егер нутрикомплекс керек па, онда бүгін міндетті түрде заказ салсаңыздар 6400 теңгеге жасайсыздар. Көрдіңіз ба, компанияның берері өте көп. Каждый раз керемет өнімдерге скидка жасайды. Алдында білесіздер, именно жаңағы мынандай бір промежуток берді, бір күнмен бір, мысалы осы аралықта заказ салғандарға бар болғаны 5 теңгеге посуда береді деді. Бітті, сол күні біз қаншама товарооборот жасадық, білесіздер ма? Вот. Одан кейін оның алдында не істеді? Не болды?
осы карантиннің кезінде ма детский витаминдерге поступление болмай бір күні детский витамин түскен кезде менің есімде группаларым барлығы сразу бөлініп кеткен осы каталог басталатын кезде. Прям біздің өнімдеріміз уже барлығы біледі. Төртінші wellness өнімдерін өзін төртіншісін тегін алып жатсаңыз, білмеймін, енді компанияның берері өте көп. Мен басқа компаниялармен шыны керек айтуға келмейді. Сіз осы бизнестесіз, значит, сіз байисыз деген сөз. Әуелі Алла. Сіз күшті боласыз деген сөз, қыздар. Түсініп отырсыздар ма? Сондықтан мына бизнестен кетпеңіздер. Қазір қиналсаңыз, қиналып жатқан шығарсыз. Бәріміз де қиналдық, шыны керек. Бәрімізде де қинау болды, құлдырау болды, көтерілу болды, құлау болды, жылау болды. Бірақ конце концов ақыры жақсы болды. Қазір шүкір үйде жатып айналысатын тірлігіміз бар. Бұрынғыдай уақытымыз құрдан қор, Инстаграмда жаңағы лайк басудан, әншілерге негатив комментарий жаудыруға, ондайға уақытымыз жоқ. Қазір біз жұмыс үстіндеміз, үздіксіз өсу үстіндеміз. Түсініп отырсыздар ма? Сондықтан осы каталогте тоже омега-3-ге скидка болып жатыр. Взрослый омега-3-ге. Сондықтан Oriflame витаминдерін үзбей ішіңіздер, үзбей. Ол салмақ та қостырады, салмақ қоса алмайтындар. Мен шыны керек, wellness для женщинді айтқым келеді. Анау қанша тамақ жесе де қоспайтын адам болады ғой, салмақ қоспайтын. Қанша тамақ жесе де бір бойына жұқпайтын. Вот сондай адамдар осы wellness өнімдерін, именно wellness для женщинді ішіп салмақ қосты. Мен оны өзімнің результатын айта аламын. Мектепте менде ағылшын пәнінен беретін, бастауыш пәнінен беретін мұғалімдер болды. Прям мақтады. Мен салмақ қостым реально деп. Менің жолдасым тоже 5 килограмм салмақ қосты. Оны біз байқамаппыз. Қыздар, сондықтан wellness-ті үзбей ішіңіздер. Менің жолдасым тоже белі ауыратын, ет қысылып қалған деген тұғын. Қазір тфай осы wellness-ті үзбей ішкеніміздің арқасында біз ондай проблемалардан әуелі Алла құтылдық. Вот. Так, енді қыздар, менде қазір 12 минут уақыт бар. Сұрақ қоям десеңіздер, қойыңыздар. Салмақты қалай тастауға болады? Салмақ тастауға бізде супчиктер бар, коктейльдер бар. 4-шісін тегін береді. Коктейльге подписка жасасаңыз, егер салмақ тастаймын деген болсаңыз, тамақтан бұрын, жарты сағат бұрын қара суға, болмаса проценті аз сүтке араластырып ішіп алатын болсаңыз, витаминный комплекс, ол не только азуға, толуға ішпейді, витамин ретінде де ішеді. Сондықтан соны алып ішіңіздер. Салмақ тастауға витаминді алыңыздар. Жігіттер деп болыңыз. Жандос аға. Менің Жандос ағам бар екен ғой командамда. Біз қыздар деп үйреніп кеткенбіз. Біздің командада ер азаматтарда жұмыс жасайды. Мың қызға татитын. Так, не дейді? Нутрикомплекс аяқ ауыр кезде бола ма дейді. Оны енді врачпен ақылдасасыздар. Вообще салмақ қоспайтындар жоқ, ол кәдімгі адамдарға салмақ қосу емес, мүлдем салмақ қоспайтын адамдар болады. Вот сол кісілер өте жақсы мақтап жатыр. Мен реально салмақ қостым деп. Значит, ол кісінің денсаулығы дұрыс емес болған. Wellness-пен ішпей тұрып. Бір нәрсе жетіспейтін болған, бір витамин. Содан ол кісі уже салмақ қоспайды, яғни бойына тым тамақ жұқпайды. Сондықтан осы wellness-ті үзбей ішкен арқасында салмақ қосып жатыр. Так. Қыздар тұратыңыздар, өліп кетіп жатыр. Детский витаминдер де подписка жасап қойсаңыз тегін береді. Отрыв деген, жаңа айттым ғой, компания мысалы 12%-ке 16 адам шықты ма, 16-ның 16-сына 16 мың теңгеден бермейді, бір 16 мың теңгені қояды. Бірінші Жанна шықты ма, Жаннаға өтеді 16 мың, астынан Айгүл шықты ма, Айгүлге өтеді 16 мың, Гүлназ шықты ма, Гүлназға өтеді. Ең соңында бар, мысалы Айнұр ұстады ма, сол Айнұрға отрыв түседі. Өстіп келіп. Кімге бұйырады, сол алады. Отрыв деген ең соңғы болып деңгейге кім шықты, мысалы Айнұр шықты ма 12%-ке, Айнұрдың астында Гүлжан 9%-па, значит Айнұр ұстады деген сөз отрывты. Жаңа похудениеге айттым, коктейльді ішесіздер, проценті аз сүтке немесе суға араластырып жарты сағат бұрын. Варикозға wellness өнімдерін ішсеңіз болады. Мына жерде дәрігер бар екен. Жүктілік кезде ішсе болады дейді, нені жаңағы нутрикомплексті. 4 ай ішсеңіз, демалып қайта ішсеңіз болады. Wellness-ті ішіп семіріп бара жатсаңыз, онда wellness-ті андай поштучно ішіңіз. Мен де сөйтіп ойлаған, wellness-ті ішкелі бері толып баратқан сияқтымын деп. Одан кейін арман қарай бөліп ішетін болдым. Бұрын
завтрактен кейін прямой 4-ін бірдей жұтатынмын. Депиляцияға қарсы кремдер, андай нелер болады ғой. Былай, не дейтін еді? Маскама не дейді? Сондайлар бар. Велнеспекті экзема. Бізде велнеспекті ішіп экземам кетті деп атқандар бар. Райгүл ханым, кішкене шыдасаңыз қосасыз. Денсаулығыңызды әуелі Алла дұрыстайды, арман қарай салмақ қосатын боласыз. Қалай, біреуге салмақ тастау проблема, біреуге қосу проблема. Осы каталогте 3 адам тіркегендерге тостер беріп жатыр, міндетті түрде оны да алып қалыңыздар. Біз чайнегін алдық, тостерін алдыңыз, келесі каталог кофеварка. Кофеварка вообще қымбат тұрады. Сондықтан коллекция жинауға, мысалы үйге біреу шай ішкенде түсіндіруге, болмаса видеоға түсіндіруге, бұның барлығы, компания оның барлығын не үшін жасап жатыр? Сіз өссін деп жасап жатыр. Сіз чайнекті алдыңыз ба, чайнекті көрсетіп, жаңағы рекрут жасайтын боласыз. Тостерді алдыңыз ба, тоже солай. Оны тостерді алып үйінде наныңды қатырып жеп отыр деген сөз емес. Елге барлығына көрсету арқылы, мүмкіндіктерін айту арқылы сіз командаға адам қосатын боласыз. Жаңадан тіркелген адамға сразу ойланбай 150 балыңызды салыңыз, күнделікті прямой эфирлерді көріңіз, қолыңыз бос болып жатса, интернеттен Oriflame-ді қалай бастаймын, Oriflame бастау деген секілді, Oriflame қазақша десеңіз, қазақша мәлімет керек десеңіз көріңіз. Майя Бегалиеваның, Нурия Ахметованың видеоларын көріңіздер. Кальций взрослыйды балаға беруге болады, егер 14 жастан болса. Эфирді міндетті түрде сақтаймын. Қыздар, біздің wellness pack ешқандай да дәрі емес, витамин, барлық ауру неден болады? Витамин жетіспегеннен болады. Кофеварка тоже 3 рекрут. Витамин жетіспегесін әртүрлі аурулар пайда болады, сондықтан міндетті түрде алып ішіңіздер. Дәрі екен деп, дәрі деп ойламаңыздар, ол просто витамин. Антоксантинді 3 жасар балаға беруге бола ма дейді. Ол жағын білмедім. Антоксантиннің несі, қыздар білесіз бе? Біз жол жүріп келген кезде қатты шаршаймыз ғой, жол барлығы бәрібірде ұрып тастайды. Бізде Полежаев айтады, мен жол жүретін болсам антоксантиннің 6-7-інен ішіп аламын дейді. Егер жол жүретін болсаңыз, антоксантиннен ішіп алатын болсаңыз, немесе ауру енді басталып келе жатады ғой, тұмау бірдеңе дегендер. Вот сол кезде антоксантинді көбірек ішіп алатын болсаңыз, барлығын сап деді. Детский омега қанша жастан бастап ішеді? Туылғаннан бастап дозасын азайтып берсеңіз болады. Не істеуге болады? Адам шақырудан қиналамын. Конечно, көбісі айтады, мен шақырып жатырмын, бірақ кірмей жатыр деп. Біріншіден ескерту сіздің міндетіңіз, яғни чтоб сіздің туысқандарыңыз, однофамильцы дейді ғой, соларыңыз басқа біреуге кетпес үшін. Екіншіден, өз-өзіңізді қолға алыңыз, статустағы біздің витаминдер жайлы, мысалы 6% деңгейге шықтыңыз ба, ура, мен команданың арқасында 6%-ке шықтым, ура, маған мынандай айлық келді, ура, менің заказым келді, мен содан 8000 теңге пайда көрдім, ура, маған шаговый подарок келді. Уже сіз айтқан адамдардың барлығы сізді бақылайтын болады. Сіз айтарыңызды айтып алып, окопта жататын болсаңыз, онда сізге ешкім тіркелмейді. Ал айтқаннан кейін міндетті түрде мен сендерді қалай да қосам өзімен бірге дейтін болсаңыз, онда үздіксіз қазір дамыған ғой, инстаграмға сторис салыңыз, жаңағы статусқа салыңыз. Керемет ханым, сіз осы күнге алам біз үшін жібергеніне мыңда бір рахмет. Сізге де рахмет. Қыздар, менде 1 минут 57 секунд қалды. Барлықтарыңызға көп рахмет тамашалағандарыңызға. Барынша білім бере алдым деп ойлаймын. Егер түсінбеген болсаңыз, менің видеомды қайтадан көрулеріңізді сұраймын. Құдай қаласа, Таиландта Үнді мұхитының жағасында кездескенше, Алла қаласа оған дейін де прямойларға шығып тұратын боламыз. Бізде график бар, мықты деген лидерлер сіздерге сабақ беруде. Сондықтан каждый болатын прямой эфирлерді үзбей көреміз. Біздің бизнестің суты 3 нәрсе: 150 балыңыз салу,
күнделікті білімді көру, білім іздену, одан кейін осы бизнесте екендігіңізді барлығына айту. Сондықтан осы 3 талапты орындайсыз ба, сізде барлығы болады. Ал 3 талаптың біреуін орындамайсыз ба, онда пока что сізде болмайды. Сондықтан осы 3-еуін үздіксіз орындауға тырысамыз. Қыздар, барлықтарыңызға сәттілік. Номері 8-ші каталогта аман-есен жабуларыңызға тілектеспін. Барлық возможностьтарды пайдаланыңыздар. Обзор каталогы міндетті түрде чаттарға жазыңыздар. Күнделікті ютубтан көретін білімдерін дайындап беріңіздер новичоктарға. Болып жатқан акцияларды айтыңыздар. Шаговый подаркілер бар. Қазір болып жатқан 3 рекрут жасағанда берілетін подаркілер бар. Жаңағы духи алса, помада 5 теңгеге келеді, мужской парфюм алса, мужской шампунь 5 теңгеге келеді. Соның барлығы міндетті түрде командаға айтыңыздар. Міндетті түрде нутри комплекс 6400 теңгеден алғым келеді десеңіздер, бүгіннен қалмай заказ салыңыздар. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Уақыттарыңызды қиып, 1 сағат уақыттарыңызды қиып тамашалағандарыңызда, білім іздегендеріңізге, көргендеріңізге, барлықтарыңызға алғысымыз шексіз. Біз сіздермен мықтымыз, біз сіздермен күштіміз. Құдай қаласа Таиландта сіздермен бірге кездесетін боламыз. Түндеріңіз қайырлы болсын, барлықтарыңызға сәттілік.